Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте әдемі әрі дәмді болып шығатын жапондық дораяки деп аталатын панкейктер жасаймыз. Менің каналымда шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз және үстінен қантты саламыз. Ал енді 2 шай қасық бал саламыз. Үстінен 1 шай қасық ваниль қантын немесе ванилин қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымыздың үстінен 1 шай қасық қопсытқыш қосып, осы сұйық массамыздың үстінен құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қамыр шығады, ал енді осы қамырымыздың үстінен бөлме температурасындағы суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай орташа сұйықтықтағы қамыр дайын болды. Оттың астын осылай орташа етіп қоямыз, табамызды қыздырамыз. Табамызға ешқандай да май құймаймыз. Енді осы құрғақ табамызға шамамен 2-3 ас қасықтай қамырымыздан құямыз. Асты қызарып піскенше кішкене отта ұстаймыз, ал піскеннен кейін келесі бетіне аударып, келесі бетінде дәл солай қызартып пісіреміз. Қалған панкейктеріміздің барлығын дәл осы рет бойынша пісіріп шығамыз. Бізде шамамен 10-12 панкейктер шығады. Панкейктеріміздің барлығын пісіріп дайындап алғаннан кейін, көлемі жағынан сәйкес келетіндерін осылай жұптастырып аламыз және ортасына осылай нутелла пастасын жағамыз. Нутелла болмаған жағдайда шоколадты ертіп қоссаңыздар болады. Ал енді үстінен екінші панкейкімізді қойып, шет-шеттерін осылай қолымызбен жақсылап қысып, жабыстырып шығамыз. Шеттері өзі осылай жабысқақ келеді. Барлық панкейктеріміздің осылай салмаларын салып, шеттерін бекітіп, дайындап аламыз. Бізде бұл жерде 5-6 жұп дораяки панкейктері шықты. Біздің дораяки панкейктеріміз осымен дайын болды. Таңғы асқа керемет идея, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Менің видео рецептерім сіздерге ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Нұрзина.